Hyundai Tucson 2019 жылғы қазір ендеше жүрісін байқап көрейік достар. Тартпайды мынау. Не айтамыз енді? Жақсы машина, тартпай қалмағаны болмаса. Қайырлы күн құрметті достар, Kifo Tulpar каналында кезекті түсірілім. Біз бүгін Hyundai Tucson 2019 жылғы автокөлікке шолу жасайтын боламыз. Достар, 2019 жылғы Hyundai Tucson'да 2017 жылмен салыстырғанда өте көптеген сыртқы жағында және салонда өзгерістер енгізілген. Нақты айтатын болсақ, ол алдыңғы торда өте үлкен және пластмассамен объемын үлкейткен. Содан кейін жарық шамдарында, жарық шамдары линзалы болып келеді 2019 жылғыда. Одан кейін противотуманкаларында. Бұрынғы 2017 жылғы Hyundai Tucson'ның противотуманкалары екі түрлі болатын болса, қазір бір жерге орналастырған. Сыртқы бейнесі өте әдемі болып келеді достар. Бірақ та мына пластмаскаларды со бетінде қалдырған. Мына порогты да пластмас қылғанда және порогтың үстінде пластмастан жасаған. Сонымен қатар артқы крылоның аяқ жақтарын пластмас қылған. Меніңше осы 2019 жылғы көлікке және де бұл кроссоверге пластмастарды өте көп қылып жіберген. Арты да сондай. Достар, енді арт жағына келетін болсақ, арт жағында тағы да пластмас достар. Өте пластмасты көп қылып жүрген, бірақ артынан қараса жалпы көлік әдемі болып көрінеді. 5-ші есігі кнопкамен өте жақсы ашылады. Бір жақсысы достар, 2019 жылғы Hyundai Tucson'дардың шумоизоляциясын өте жақсы жасаған. Есіктің ашылып жабылуы, өздеріңіз естіп тұрғандай, және де ручкалары өте жақсы жасалған. Достар, көліктің артқы жағына отырып көріп ыңғайлылығын тексерейік. Көлік арты өте ыңғайлы. Маған ұнағаны достар, көліктің артқы орындығын өзіңіздің ыңғайлылығыңызға қарай осылай реттей алатындығы. Мысалы, алыс жолға шыққан кезде көп көліктерде тікесінен тіке отырасыз, ал бұл көлікте осылай өзіңізге ыңғайлы жатып алыс жолға шыққанда ұйықтап баруға өте ыңғайлы. Бұл орташа кроссовер болғандықтан достар, бұл көліктерді әйел адамдарға айдаған ыңғайлы, және де арнайы әйел адамдарға және де ер адамдарға да балалардың отыратын орындығын қойғанға ыңғайлы қылып жасаған. Екі жағында да бар ондай тетікшелері, және онымен қоса ортасынан артта отырған адамға ыңғайлылықты арттыру мақсатында осындай стакан қойғыш, және де өзіңіздің осындай қолыңызды қойып отырғанға жақсы арнайы подставкасы бар. Балаларға арналған ыңғайлы жаңағы колясканы қойып қойғаннан кейін өзінің арнайы белбеушесі бар. Осылай тағып қойғанға. Достар, арттағы отырған адамға жаңағы музыканы жақсы есту үшін арнайы артқы жаққа да колонкалар қойылған. Достар, енді көлікпен жүріп көрейік. Бұл көлік рестайлинг дейінгі моделі, кілтпен оталады. Және де көліктің қозғалтқыш көлемі 2, беріліс қорабы 6 сатылы автомат. Қазір ендеше жүрісін байқап көрейік достар. Кеттік ендеше. Достар, қазір орысша лежащий полицейский дейді, қазақша жатқан полицейскийден өтіп көреміз достар. Шумоизоляциясы өте жақсы жасалған. Және көліктің жүрісі де тартымды. Ал достар, қазір біз сыртқа шықтық. Біздің паркингтен енді алдыңғы панель жағын көрсетіп өтейік. Ең бірінші рульден бастайтын болсақ достар, рульде айырбак бар, және де дауысты сонымен қатар каналды да осы жерден реттеуге болады. Және де
Bluetooth орналасқан. Егер телефоныңызды Bluetooth арқылы мультимедиаға жалғап қоятын болсаңыз, міне қазір устройствоны іздеп жатыр. Осы тетікше арқылы сіз телефоныңызбен сөйлесе беруге болады, достар. Сонымен қатар панельдің управлениясы бар мына жерде, оның тетікшесі. Ол сіздің қанша шақырымға бензиніңіздің бар екенін көрсетеді, және де қандай толыққанды қандай информация керек, осы жерден көріп алуға болады, достар. Фарды әр түрлі деңгейге қою тетікшесі, достар, мына жерде орналасқан. Ол орысша айтқанда корректор фар механический болып келеді бұнда. 2019 жылғы Hyundai Tucson'да айтарлықтай айтып өтетін панельдегі өзгеріс, достар, мультимедианы жоғары қарай шығарғандығы. Бұл жерде көздің көруіне өте ыңғайлы. 2019-дан бастап көліктердің көбінде, люкс санатты көліктердің көбінде панельдің бәрін сыртқа шығарып жатыр. Осылай өте ыңғайлы. Управленияға да және көздің көруіне де өте ыңғайлы. Бұл жерде жаңағы рестайлинг нұсқасында, достар, бұл мультимедиа экранды қолмен басқара аласыз, яғни мынандай тетікшелері болмайды, экран өте үлкен болып келеді. Ал енді бұл до рестайлингке дейінгі нұсқасында тетікшелер арқылы басқарамыз, достар. Пешті және кондиционерді қосу тетікшелері төмен жағында орналасқан. Телефонды қуаттандырғыш жаңағы жүргізушіге де және оның жанында отырған адамға да ыңғайлы екі тетікше қалдырған, достар. Сонымен қатар AUX, USB қосуға болатын тетікшелер бар. Көбінесе бізде комментарияларды жазып атқан болатын. Біздің инстаграмдағы парақшада AUX жоқ болса алмайым деген, бұл вариантта AUX бар, достар. Достар, біз әрбір комментарияларды оқып отырамыз деп айтқан болатынбыз. Сіздерге бізде комментария жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп, қолдап отырғандарыңызға алғыстарымызды айтамыз. Және де көбінесе біздің каналда жаңағы негатив жазатындар бар арасында, ол бәр жерде болады. Бірақ та көбінесе бізде 90% адамдар қолдау білдіріп жатқаны қуантады. Бізде соған қарай өзіміздің жұмысымызды арғартай жақсарта беруге тырысатын боламыз. Дыбыс жайлы айтқандарыңызды ұқтық, түсіндік. Қазір ол бойынша оның өзінің арнайы аппаратын алатын боламыз. Және де сұрақтардың бірі, Чымкенттен филиал ашасыздар ма деген сұрақ бар. Соған жауап беріп кетейін, достар. Қазір Кифо Тұлпар компаниясы Ресейге барып келгенімді білесіздер, Крымға. Ол туралы жақында тоже видео шығады, оны көрсеңіздер болады. Сол жерде айтқан едім. Чымкентке ашылатын филиал ашасыздар ма деген сұраққа жауап. Қазір емес, болашақта міндетті түрде үлкен-үлкен қалалардың барлығынан ашылатын боламыз, достар. Өйткені қазір Алматыдағы осы салонымызды жақсы деңгейге жеткізіп, системасын, жүйесін, команданы құрып алғаннан кейін барлық үлкен қалалардан ашамыз. Ол жайлы бізге қазір Астанадан, Ақтаудан, Чымкенттен де ұсыныстар түсуде. Оның барлығын толық қарастырып, өзіміз жүйені құрып алғаннан кейін басқа қалалардан ашылатын боламыз, достар. Екінші сұрақ, достар, Rolls-Royce'қа обзор бола ма дейді. Достар, біз каналымызды енді бастап жатқаннан кейін және де көпшілікке пайдалы болу мақсатында, мысалы, көп адам арзан қолды машиналарды және орта бағадағы машиналарды сұрап жатыр. Сондықтан да қазір соларға шолу жасау арқылы Rolls-Royce'қа да болашақта жетеміз, достар. Оған да шолу жасап көрсететін боламыз. Тағы үшінші сұрақ, достар. 221 көлігіне шолу жасағанымыз білесіздер, оны біздің төмендегі видеолардан көре аласыздар. Сол 221 көлігін 222 Mercedes көлігі сияқты қылып рестайлинг жасайсыздар ма деген сұрақ болған. Ол жақтан болашақта ондай жобалар болып қалуы мүмкін. Бірақ қазір мен өзім джиптарды жақсы көремін, көбінесе сол джиптарға рестайлинг жасап жатырмыз. Және алдында біз сары светті аққа бояп, аққа жасаған болатынбыз рестайлинг.
Ол тоже видео біздің каналымызда тұр, асты жақтан көрсеңіздер болады. Ал енді қазір қара 200-ға 200 көлігіне, Land Cruiser 200 көлігіне толық айтып кетейінші. Аты көп адамдар 200 неге дейсіз деген. Енді көп қолданылатын тіл болғаннан кейін осы термин көбінесе қолданылады, достар. Ол автокөлікке де болашақта біз сонда 222 көлігі қылып жасап, ондай жоба мүмкін болашақта. Оны өздеріңізбен болашақта жасаған кезде бөлісетін боламыз, достар. Айта берейін ме? Достар, бізге арналған сұрақтарыңыз болса, және жұмысымызды жақсарту бойынша жақсы ойларыңыз болса, астыға комментке бөлісіп отырыңыздар. Бізде қазір осы бір жақын арада жақсы коммент жазған адамдарға арнайы өзіміздің сыйлықтарымыз болады. Біздің каналды қолдап, достарыңызбен бөлісіп, және лайк басып, каналымыздың таралуына өз үлестеріңізді қосып жүріңіздер, достар. Подпишись, подписался. Красава по-братски. Достар, енді біз Hyundai Tucson көлігіне қайта оралсақ, көлік басқаруға өте ыңғайлы. Рөлінде ешқандай бұрған кезде бізде жақсы реагировать етеді. Реагировать дегенді қазақшалайды. Басқаруға өте жеңіл, және де рөлдің бұрғанына жылдам және әсер береді. Так, енді 100 километрді қанша секундта алатын тексеріп көреміз. Көліктің жалпы жүрісі, жаңағы өзін-өзі ұстауы өте жақсы. Міне шоқалақтардан қазір өтіп жатырмыз. Достар, қазір көлікті 100 километрді қанша секундта алатын тексеріп көреміз. Басталды. Да будет шоу, чтоб было всем хорошо. Да будет шоу, я хочу еще. Мы вот такие, чё жетпей қалды ғой. Тартпайды ғой ма вообще? Да будет шоу, чтоб было всем хорошо. Да будет шоу, я хочу еще. Мы вот такие, чё и мы знаем, о чем все. Тартпайды, ну. Жолда кішкентай болып тұр. Выхода нет, и мы просто творим, ведь весь Казахстан просит шоу. Жалпы, достар, не айтамыз енді? Жақсы машина. Жаңа болғаннан кейін жаңа кезінде бәрі жақсы ғой. Бірақ та бұл көліктер қазіргі Toyota RAV4, Highlander-лердің орнын мықты түрде басып келе жатыр. Өйткені жаңағы жүргізуге өте ыңғайлы, және де қозғалтқыш көлемі 2 болғаннан кейін жанармайдың үнемділігіне де өте ыңғайлы. Қазіргі мына кризиске байланысты өте таптырмайтын көлік. Сондықтан, достар, жалпы өзім жаңағы тартпай қалмағаны болмаса, жалпы бұл көлікке ризамын. Жалпы қалада теуіп жаңағы жүруге өте ыңғайлы көлік. Ал енді, достар, біздің жасап жатқан шолуларымыз сіздерге ұнап жататын болса, каналға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп, өз пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Бұл біздің бастағанымызға бір айдан ғана уақыт асты, достар. Шамамыздың келгенінше жасап жатқан шолуларымыз. Сондықтан қатесі болса көз жұмып, жақсы болса асырып, өз ойларыңызбен былай жақсы болады ау деген бөлісіп отырыңыздар. Мен өзімнің осы жолды аяғына дейін жеткізетініне мақсат қойдым. Және де Алла қаласа айтып жатқандарыңыз бойынша кітаптарды оқитын боламын. Сөз қорыммен біраз жұмыс істейтін боламын. Өйткені кезінде мен жай ғана перекупщик болғам, достар. Автокөліктерді жалпы жақсы көрем. Енді осыны сіздерге жеткізу мақсатында, және де осылай сіздердің осылай жасау сіздердің де қолдарыңыздан келетініне, мүмкіндіктеріңіз бар екеніне сендіргім келеді. Өйткені, достар, қазіргі заманда бір-бірімізді ақшалай түрде, қаражатты түрде қолдамасақ та, моральды түрде қолдап,
бір-біріміздің өсуімізге себепші болып жүретін болсақ, ол өте керемет болады деп ойлаймын. Және сонымен қатар достар, біздің канал еркектерге жалпы өзін-өзі таба алмай жаңағы өмірде түңіліп, енді не істесем деген адамдарға болашақта тағы видеолар болады. Ол жайда бөлісіп отырамыз. Былайша айтқанда, көшеде жүріп өскен, по понятиям жүрген, бірақ енді қазір өзін-өзі өзгертем, жақсы жаққа деген адамдарға арналады достар. Айттым ғой, қайта беремін. Айттым ғой жаңа. Лайк, комментарий, достарыңызбен бөлісіп айтып кеттім ғой. Негізі осылай, потом осылай жүріп кетеміз ғой.